Ассалаумағалейкум. Балапандарға түнгі обзор. Ал жерде жатқан себебі қонақтайтын ағаштар жетпей қалыпты. Свет жаққан жоқ ма дейге? Түнде қалай болады? Не істейді көру үшін? Осылай қонақтайтын ағаш жетпегендер жерде отыр. Ал қонақ жеткендер міне осылай бәрі жоғарыда отыр. Бұл деген сөз балапандарға да қонақ істеу керек деген сөз. Өйткені балапандардың бұлай жерде жатқаны дұрыс емес деп жазыпты маған комментарияға. Сол себептен алдағы күндері қонақты көбейтетін боламыз. Мына төменде тұр. Осының жоғары жағына ма тағы бір 2-3 қатар қылып қонақ істеу керек. В общем, бұл менің 2,5 ай болған балапандарым. Ал мұнда 1,5 скоро 2 айға толатын балапандар. Бұлар әлі қонақтап үйренген жоқ. Біраз отыр мұнда міне. Қалғанның бәрі осылай бұрышта жатыр. Бұрышта. Мына балапан бізде міне. Брахма балапандар. Бұлар скоро бөлем. Өйткені Кучинский деген балапандар, бұлар шустрый болады Брамалар кішкене слабый болады, сондықтан бұларды бөліп ұстау керек уже. Оған бөлек орын дайындайтын болам. Осының ішінен бір жерден, примерно осы жерлерден ба бір сетка бөліп істейтін шығармын. Болмаса далаға қоям ба? Күн жылыды ғой енді бізде. Көреміз. Жалпы обзор осы. Жақын арада мынау 2,5 ай болған балапандардың қораздарды бөлек қоятын болам. Мекендерін бөлек, қораздарын бөлек ұстайтын болам. Өйткені мекендерді қораздар енді баса бастағанда ертерек басып жіберсе, білетін кісілердің айтуынша мекен өспей қалады дейді бойы. Сондықтан қоразды бөлек, тауықтарды бөлек ұстайтын боламыз. Оның үстіне қазірдің өзінде қораздар тауықтарды шұқып мазалап, мазасын алып жатыр. Сол себептен жақын арада бәрін қоразды бөлек ұстаймын, тауықтарды бөлек ұстаймын. Скорее всего, тауықтар осы қораның ішінде қалады, қораздарға отдельно бір орын дайындап, сол жерде ұстайтын болам. Оларды семіртеміз. 4 ай болған кезде сойып тастаймыз, қалғанын өзіме алып қалатын қораздарды ішінен таңдайтын болам. Жақсыларын. Енді мекен қораздың санын сол мекеннің санына қарай бөлетін болам ғой. Қаншауы қалады, қаншауы қалмайды, сол кезде көреміз өшім. Бұл жердегі жағдай осы. Бүгінгі обзор. Бүгін майдың 31-і, көктемнің соңғы күні. 2024 көктем айының соңғы күні. Ертеңнен бастап ала жазса, жаз басталады. Мына жерде өз көрініп тұр міне, қайсысы мекен, қайсысы қораз, бәрін уже белгілі сразу қарап тұрып. Осындай әдемі Кучинский балапандар өсіп келе жатыр бізде. Так, сіздермен болған сол кішкентай фермер
Осылайша өсіп жатырмыз ақырындап. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ақылдарыңызды айтып отырыңыздар.